Археология жаңа келісімнің көптеген егжей-тегжейін растады. Сонымен қатар, жаңа келісімге қатысы жоқ көптеген тарихи әдебиеттік дереккөздері бұл жерде келтірілген жайттарды растайды. Луқа жазған ізгі хабарда, 3-ші тарау, алғашқы 2 аятында біз киелі жазбаға мүлдем қатысы жоқ дереккөздерімен расталған 22 тарихи сілтемелерді табамыз. 2 ғана аятта. Осыны оқып беруіме рұқсат етіңіздер. Рим патшасы Тиберийдің билік құруының 15-ші жылы. Яхудея аймағын Понтий Пилат билеп, Ирод Антипас Галилея аймағының әкімі. Оның бауыры Филипп Итурея мен Траханит аймақтарының әкімі. Лусани Әбілиния аймағының әкімі. Ал Ханна мен Қаяфа басты діни қызметкерлер болып тұрды. Сол кезде Құдай айдалада Закария ұлы Жақияға сөзін арнап. Осы 2 аяттың өзінде археология мен сонымен қатар әдеби тарихи дереккөздерімен расталған 22 тарихи сілтемелер келтірілген. Мысал ретінде, мына сілтемелерге қарап көрейік. 15-ші жыл. 16-шы емес. Тиберий, Понтий Пилат билік жүргізіп, Яхудея Ирод әкім. Галилея бауыры қарындас емес, Филипп әкім. Итурея, Траханит аймағы Лусани. Әбілинедегі әкім мәнсәбі, басты діни қызметкерлер Ханна мен Қаяфа, Жақия, ұл, Закария. 2 аяттың өзінде 22 сілтемелер, және олардың барлығы киелі кітапқа қатысы жоқ дереккөздерімен расталған. Осындайдан кейін еріксіз, мен киелі кітапқа сене алам деп ойлай бастайсыз.